Хош келдіңіздер арнама. Кеңестерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда жаңадан шыққан видео туралы сізге ескертпе барып тұратын болады. Өзге ұлт дәрігерлерінің сұхбаттарынан аударма ұсынамын. Ағзаны биологиялық тұрғыдан жасартатын 6 әдіс. Ең қарапайым әрі өте пайдалы амалдармен таныстыратын боламын. Осы кеңестерге құлақ асқан жағдайда тәніңіз жасарады, денеңіз биологиялық тұрғыдан сау болады. Бірінші әдіс. Әр күні 2-3 минут күннің нұрының астында тұрыңыз. Осы күннің нұры арқылы ағза табиғи D витаминін жасап шығарады. Екінші әдіс. Әр күні 5 минут жатқан бойда аяғыңызды қабырғаға тіреп, жоғары көтеріп жатыңыз. Аяқтағы лимфа бездері жұмыстары жақсарады. Қан айналым жақсарады. Варикоздан құтыласыз. Аяқта болатын түрлі аурулардың алдын алған боласыз. Бұл әдісті өмір бойы жасап жүруге болады. Тізе бүгіліп тұрмайтын болады, аяғыңыз түзу болады. Қан айналым жақсарғандықтан аяқ мұздамайтын болады. Аяқты тіке көтеру арқылы жүрек қан тамырларының жұмысы жеңілдейді. Аяқтың қандарын сору үшін жүрек көп күш жұмсайды. Осы әдісті бастағанда бірінші аптада 1 минут, екінші аптада 2 минут, келесі аптада 3 минут. Осылай аяқты көтеруді 5 минутқа жеткеріп, ары қарай өмір бойы 5 минуттан асырмай жасай беруге болады. Келесі үшінші әдіс. Әр күні бір мезет терең демалып сыртқа шығару керек. Бұл әдіс арқылы мидың жұмысы жақсарады, есте сақтау қабілетіңіз жақсарады. Өмір бойы бір мезет терең демалып, дем шығаруды әдетке айналдырыңыз. 1 минуттың ішінде алатын деміңізді терең ішке тартып, жаймен сыртқа шығарыңыз. Миға тез арада ауа жетеді. Ми белсенді бола бастайды. Гормондар қалыпты жағдайға түседі. Күніне 1 минут уақыт бөліп, терең демалып, терең шығарыңыз. Ағзаны ауамен қамтамасыз етесіз. Гипоксияны жоғалтады. 1 аптада нәтижесі көріне бастайды. Жүзіңіз нұрға толып, мидың жұмысы жақсарады, жүйке жүйеңіз тынышталады. Бірден көп ауа жұтқанда бас айналады. Сондықтан аз-аздан ауа жұтып бастап үйреніңіз. Келесі 4-ші әдіс. Омыртқа бағанын түзулейтін жаттығу. Ол үшін 2 иықты кең ұстап, көкіректі тіке ұстап, 2 қолдың саусақтарын айқастырып, жоғарыға көтеріңіз. Жоғары көтергенде алақандар жоғары қарап тұруы керек. Осылай 1 минут тұрыңыз. Осы жаттығу тез әсер етіп, омыртқа бағанының түзулене бастағанын байқауға болады. Бұл жаттығуды да өмір бойы жасап жүре беруге болады. Осы жаттығудан соң аяқ-қолдың қан айналымы жақсарады, өкпе, жүрек жұмыстары жақсарады. Артқы мидан импульс өткізетін омыртқа бағанымен өтетін каналдар ашылады, кеңейеді. Мойын остеохондрозы, мойын, бел, грыжаларының алдын алуға болады. Таңертең тұрғанда бет ісуі осылай жайына келеді. Бұл жаттығуды отырып та немесе тіке тұрып та жасауға болады. Дұрысы тұрып жаттығу жасау әрине. Осы жаттығу ішкі ағзаларға да пайдалы. Келесі 5-ші әдіс. Ванна немесе душ қабылдап болғаннан соң, қатты суық емес. Қазір душ қабылдаған суыңыздан салқындау суды
3 секунд үстіңізден құйыңыз. Тамырлар тез тарылып, қайта кеңейеді. Бұл тері астындағы ұсақ істемей тұрған қан тамырларының жұмыс істеуіне септігі тиеді. Бұл амалды да өмір бойы жасап жүруге болады. Россия халқы ыстық саунадан шыққаннан соң салқын сумен шайынады және қайта ыстық саунаға кіреді. Менің айтқан амалымда салқын тиіп қалу немесе невралгия болып бұлшық еттің қысылып қалуы болмайды. Ал орыс халқы солай жасап бала күндерінен үйренгендіктерінен олар үшін қауіпті емес. Ал сіз жуынып болып шығарда салқындау суды бір ашып қайта жабыңыз. Соның өзі жеткілікті. Ағзадағы майда қан тамырларының жұмысы реттеледі. Келесі соңғы 6-шы амал. Әр күні қандай болса да жеміс көкөністерден пайдаланып тұрыңыз. Ішектердің жұмысы жақсарады. Ағзамыз осы жеміс көкөністерге мұқтаж. Қарапайым әрі пайдалы амалдар ағза үшін қажет. Осымен аударманы аяқтаймын. Ақпараттар пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, осы видеоны дос-жарандарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет.